Балалар, бұл бейнежазбада жеті ата туралы айтылған. Сендер жеті ата туралы білесіңдер ме? Жоқ. Олай болса, балалар, үйге барып, атамыздан, әкемізден жеті аталарымызды сұрап келіңдер. Жарай ма? Мақаш, папаң келді, сұрана ғой. Апа, үйге жетіге болады ма? Болады, жеті атаңды жаттап келуді ұмытпа, жарай ма? Папа, мені жеті атамды айтсы. Балам, үйге барып атаңдан бірге сұрайық. Мама, ата қайда? Ау балам, үйге қарай кіре ғой. Кел. Жүр балам, ата үйде. Атаға бара ғой. Ата, мені жеті ата айтсы. Ашықпа, қазір саған айтып берем жеті атаны. Иә? Мен саған қазір жеті атаңды айтып берейін, иә? Бірінші бала Мақаш, сенсің. Сенің әкең Ермек. Үшінші атаң мен Әбдірәш. Менің әкем саған Арғата болады. Арғата ол Нұрмағамбет Арғата. Нұрмағамбеттің әкесі Баба болады. Оның әкесі Бекберген. Бекбергеннен кейін Байдалы дейтін. Түп ата дейтін оны. Сосын ең соңғы тек ата, айғыр дейтін кісі тек атаң болады сен. Сонда ол жеті ата. Түсіндің бе енді? Ал бала мынау атадан мал қалғанша тал қалсын деген ниетпен сенің ұрпақтарыңа дейін жететін болсын, жеті атаға дейін көрініп отырсың ба? Мына тал дейтін тұра береді, көп өмір сүреді. Қолыңды жай, осы бата берейін. Осы тал бәйтеректей, жапырақ жайылған бәйтеректей болып өссін, жапырақ жайылсын. Сенің де ұрпақтарың, болашақтағы ұрпақтарыңа жететін болып өсе берсін.